қолға ұстауға жарап қалған сәбиінің бірінші рет қонаққа барғанына дәл біздің қазақтай мән беріп қуанатын халық жоқ шығар. Баланы көтеріп жақын ағайын туыстың, құда жекжаттың үйіне барғанда көңіл жетер жақын адамдары бірінші рет үйге келді деп көгентүп беретін болған. Көгентүп дегеніміз балаға берілетін қозы-лақ, бұзау немесе құлын. Көген деп төлдің мойнына байлайтын жіпті айтады. Яғни көгентүп балаға көгеннің түбі болсын, алғашқы малы болсын деген ниетпен берілетін малдың төлі. Мұның өзі келген жақтың қозы-лағының жоқтығынан емес, баланың бірінші рет қонаққа келгенін ескеру. Оның алғашқы қадамына өмірі берекелі болсын, малды болып жүрсін деп ниет білдіру. Бір жағынан ағайын туыс арасындағы татулық пен сыйластықты одан әрі қоюлата түсу. Бұл салт тек қыздан туған жиендердің құрметіне жасалатын болған. Ондағы мақсат құдалар арасында жиен немеренің қадірлі екенін көрсету. Атаған көгентүбін кейін бермей кету өнегесіздік, дүниеқоңыздық саналған. Ал жиен құйрық нағашыларына жиендеріне берген мал дүниесі мен тартқан тартулары, сыйлаған сыйлықтарын айтады. Қазақ халқы жиендерін ерекше жақсы көреді, қандай да еркелігі мен тентектігін қабақ шытпай көтереді. Сол себепті жиендер нағашыларынан қалаған затын қалаған уақытында ала береді. Оның қолын ешкім қақпайды. Бұл тартулар мен сыйлықтардың жиен құйрық деп аталып кету себебі осында. Бұл салт нағашылар мен жиендердің, қыздар мен төркіндердің алыс-беріс, барыс-келістерін жиілете отырып, қарым-қатынастарын нығайтып, бір-бірлеріне туыстық сүйіспеншіліктерін арттырады.